Сәлеметсіздер ме, құрметті 11 сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы. Біз сіздермен қазіргі таңда ғасырлық туынды бөлімін өтіп жатырмыз. Бұл бөлім Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясына арналған. Біз қазіргі таңда сіздерменен бірінші кітапты аяқтадық. Бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы осы бірінші кітаптың тараулары бойынша болмақ. Жалпы сіздер роман эпопеямен танысу барысында көптеген деректермен де таныс болдыңыздар. Олар Мұхтар Әуезов алғашқыда романға Телғара деген ат бермек болған. Абай жолы роман эпопеясының 3 томы қолмен жазылған. Романның кейіпкерлері, барлық рулар, жетекші кісілер, тіпті жер-су атауларына дейін өз аттарымен берілген. Эпопеяда 953 кейіпкер бар, оның 91-і Абай өмірбаянынан алынған. Сонымен қатар сіздер көптеген сұрақтарға жауап алдыңыздар. Олар: Мұхтар Әуезов өмірде Абаймен кездесті ме? Мұхтар Әуезов Абай туралы деректерді қалай жинады? Жазушының Абай жолы эпопеясын екінші кітаптың соңғы бөлімінен бастап жазуына не себеп болды? Абай жолының алғашқыда жарыққа шығуына неге тыйым салынды? Оқырман Абай жолын қалай қабылдады? Абай жолын әлем қалай бағалады? Мұхтар Әуезов Абай жолы роман эпопеясы үшін қандай сыйлықтармен марапатталды? Енді бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысының мақсаты ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контексттермен байланыстыру, шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау. Бірінші тапсырма: Абай жолы романының қайтқанда және қат-қабатта бөлімдері бойынша кестені толтырасыздар. Кестенің бірінші бағанына шығармадағы ұлттық құндылықтардың маңыздылығын жазасыздар, екінші бағанына ғаламдық құндылықтардың маңыздылығын жазасыздар. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздерге бірнеше тақырыптар беріліп отыр. Осылардың бірін таңдап, аналар бейнесі мен арулар бейнесіндегі құндылықтарды талдап, өз пікірлеріңізді жазасыздар. Бірінші: Абай аналары Зере, Ұлжан. Екінші: Абай сүйген арулар Тоғжан, Әйгерім. Үшінші: Абай заманының шерменділері Керімбала, Үмітей. Төртінші: Абай жақындары Күндестік бұғауындағылар Айғыз бен Ділдә. Бесінші: Абайға жақтас парасат иелері Қуандық, Салтанат. Үшінші тапсырмада өзіміз өткен соңғы бөлім, қияда бөлімінің идеясын анықтайсыздар және осы бөлімдегі көркемдегіш құралдарды тауып жазасыздар. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Барлық ұпай саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.